Дүние жүзіндегі 5 ғасырлық күнтізбе Алматы облысының тұрғыны Көпей Марқайұлы 1991 жылдан 2500 жылға дейінгі күнтізбе ойлап тапты. Еліміз тәуелсіздік алған жылдан басталатын күнтізбеден кез келген күн немесе аптаны көзді ашып жұмғанша жаңылмай табасыз. Әлемде теңдесі жоқ, уақыт мезгілі дәл есептелген ғажайып туындының өзге де ерекшеліктеріне алматылық тілшіміз Жазира Бегалы куә болып қайтты. Көпей Марқайұлы жұлдызшы емес, оның мамандығы хирург дәрігер. Ол 5 ғасырлық күнтізбені Қытайда ойлап тапқан. Сол елде жүргенде авторлық құқығында рәсімдеген. Мұның өзге күнтізбеден ерекшелігі оған отбасыңыздың суретін жабыстырып, өзіңіз немесе ата-анаңыз жайлы мағлұматтар жазуға болады. Яғни автор жеті атасын білгісі келетін ұрпақ үшін таптырмайтын көмекші құрал болады деген сенімде. Бұл жерге өз семьяңыздың суретін саласыз. Сонан кейін екі жақ жанына жеті ата бабаңызды жазасыз, қазір өзіңізге келген жеріңіз. Ол жерде 4 шежірес дейді. 4 шежірес. Мүжекшем жазып қойым, жерге сосын міне сіздің ұлыңыз, қызыңыз жазып қойасыз. Онан кейін сол ұлы қыздар кейін өздерінің президент ұрпақтарын жазады. Үстіп, бұл календар біткенше 33 ұрпақ жазылып тұрады. Бұл 4 шежірес 4 кітап болып шығады. Бір әулеттің шежіресі сиятын күнтізбе қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жасалған. 14 жыл бұрын ата жұртқа оралған Көпей Марқайұлының осы туындысы қазақ рекордшылары кітабына да енген. Ал елең еткізетін жаңалықты дүние жүзіне жариялауға ынтық Қытай елі өнертапқыштың туындысын Гиннес рекордтары кітабына енгізу туралы ұсыныс жасапты. Бұл Қытайда оларды айтты, мұны Гиннес рекордына беру керек. Бұл дүниедегі ең ұзақ календар деді. Соның үшін бұны Шанхайда соған барып, өтсен десем, онда мен сол Қытай ел атында шығып қалады екен. Сонымен енді өзім елімде, өз отанымда ең ұзақ календарды өз Қазақстанның Гиннес рекорд арқылы берейін деп ұсынғанмын. Әзірге ең ұзақ күнтізбе автордың сандығында сақтаулы тұр. Оны басып шығаруға қаржысы жоқ. Бұған қоса Көпей Марқайұлының Қытайдың медицина саласында ашқан жаңалықтары да бір төбе. Мынау ғалымның қазақ-қытай тіліндегі сөздігін Қытай оқушылары сызғыш ретінде де кәдесіне жаратып жүр. Алақандай туынды көрші елдің мектеп бағдарламасына әлдеқашан енгізілген екен. Жазира Бегалы, Алмас Нұрдос, 7-ші арна, Алматы облысынан.